Сәлем достым, салым ашылды, балама код алынды. Енді сол салымды толықтыру жолдарын сіздермен талқылап өтсек. Салымды толықтыру жолдары келесідей. Біріншісі банк бөлімшесінде касса терминалдар арқылы, екіншісі Қазпошта бөлімшелерінде касса терминалдар арқылы, үшіншісі, яғни сіз біздің тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен өзіңізге салым ашып болғаннан кейін, әлгі балама кодты қолдану арқылы ЖСБ 24 қосымшасын App Store немесе Play Market'тан жазып алу арқылы, дәл сол қосымшаны қолдана отыра, сіз өзіңіздің депозитіңізді толықтырып отырсаңыз болады. Тағы да екінші деңгейлі банктардың көбісі, яғни тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің қазіргі таңда, яғни бүкіл ел үшін маңызды рөлін біле отыра, көбісі қазір өздерінің қосымшаларына пополнить счет в Жилстройсбербанке деген қосымша қосып қойған. Сондықтан егер сізде өзге банктың картасы бар болса, міндетті түрде интернет қосымшасынан біздің тұрғын үй құрылыс жинақ банкін іздеп көріңіздер. Және де бағана бастапқыда айтып өткендей ЖСБ 24 қосымшасы арқылы. Енді достар, шот аштық, бір нәрсені ескере кетейік. Яғни шарт сомасы дегеніміз, шарт сомасы. Енді сіз қазір өзіңіздің депозитіңіз толықтырасыз ғой. Шарт сомасы дегеніміз договорная сумма. Сіздің болашақта алатын пәтеріңіздің бағасы. Яғни сіз ай сайынғы салым осы шарт сомасына сәйкес болуы тиіс. Ай сайынғы салып отыратын. Және де ашқан сіздің уақыт, яғни сұрағыңызға да байланысты болу керек. Жалпы қымбатты достар, депозит толықтыру түрлері барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Келесіде, яғни тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің сыйлық сертификаты деген мәселесімен сіздерді таныстыра кетейік.